Біреуі құлап жүр, біреуі жылап жүр, ал біреуі болса ренжітіп жүр. Осы тақырып төңірегінде психолог Баба Омарова Гүлданамен бірге талқылайық. Гүлдана ханым, қош келдіңіз. Осыға дейін 2 рет сізменен сұрақ жауап алған екенсіз. Бұл жолы подкастты өзіңізбен бірге бастағым келді. Бүгінгі таңда көп кездесетін буллинг тақырыбы мектепте болсын, үйде болсын, осы буллингті жан-жақты тарқатып көрермендерге жеткізсеңіз. Рахмет сұхбатқа шақырғаныңызға. Буллинг қазіргі таңда оқушылар арасында, жасөспірімдер арасында әсіресе белең алып жатқан тақырыптардың бірі. Өйткені мен өзім сол жасөспірімдермен жұмыс жасаған кезде көбісі осы буллингке қатысты мәселемен келіп жатады. Кейбіреуі буллингке өзі тап болып жатса, кейбір балалар өзі буллинг жасап жатады. Біз екеуімен де негізі психолог маман ретінде жұмыс жасаймыз. Сонда өзі буллинг жасап жатыр деген нәрсе, оған қандай балалар жатады? Көп жағдайда буллинг жасайтын бала ол агрессор балалар. Яғни өзі отбасында буллинг көрген бала. Яғни оған отбасында ата-ана буллинг жасайды. Отбасында бар, яғни үлкен кішіге әлімжеттік жасайды. Ол отбасында норма болып есептеледі. Ол сыртқа шыққан кезде сол үйдегі қалыптасқан қағиданы сыртқа алып барып, өзі де кішкентай балаларға немесе қатарластарына әлімжеттік жасайды. Ол тұрақты түрде қасақана әдейі жасайды. Әдейі жасалады. Демек, бұл буллинг тақырыбы негізі мектепте ғана орын алмайды ғой. Демек, бізде отбасынан басталатын бұл тақырып. Отбасында ата-анасы ол нәрсеге жеткізбес үшін не істеуге болады? Жалпы буллинг дегеніміз, оның өзінің бірнеше түрлері бар. Буллинг дегеніміз бір адамның екінші адамға тұрақты түрде қасақана әдейі кемсітуі, мазақтауы, қорлауы болып табылады. Енді отбасында ол нәрсені болдырмас үшін алдымен ата-ана баланы өмірге әкелмей тұрып, оған біз қандай тәрбие бере аламыз, оған біз өзіміздегі қандай құндылықты бере аламыз, сіңірте аламыз және қандай тәрбие стилін қолданамыз. Соны алдымен ақылдасып алғаны дұрыс. Екіншіден, ата-ананың өзі буллинг жасап жатқанын білмейді негізі. Біз осындай тәрбие береміз. Осылай біз баланы болашаққа жақсы маман қыламыз немесе жақсы адам қылып тәрбиелейміз дейді. Бірақ өздері буллинг жасайды. Мысалы, баланы шектейді. Бала сабақ жақсы оқу үшін ата-аналар бар, енді біз жұмыс жасап жатқанда айтады, сен топассың, сен дым білмейсің дейді. Бірақ оның ар жағында ата-ана ойлап тұрады, мен балама осы сөз арқылы ол өмірге талпынсын, оқысын дейді. Бірақ оны бала олай түсінбейді ғой. Шынымен ол мен ақымақпын, мен дым білмеймін деген желеумен оның ішінде де белгілі бір қақтығыстар пайда болады. Ол өзін дәлелдеу үшін кейде соны қоғамға көрсетеді. Демек, сол үйдегі эмоциясын мектепке алып келіп, басқа балаларға зиян тигізуі мүмкін. Бұл қосымша, бұл бірінші вариант. Екінші вариант, енді 9 жастан бастап балаларда уже қоғамға, 7 жастан бастап қоғамға етене араласады, бірақ 9 жастан бастап олар переходной возрастқа өте бастаған кезде өздерін дәлелдеу үшін, топта өздерін көрсету үшін буллинг жасай бастайды, бірақ бәрібірде соның түп тамыры отбасынан шығады. Енді бізде отбасынан басталады, мектепте жалғасады. Жалпы бұл буллинг қай жастан бастап болады? Қай жас аралықтарында белең ала бастайды? Енді біздің зерттеуіміз бойынша, енді біздің болғандай, жалпы психологтардың зерттеуі бойынша қыздар қазір 8 жастан жасөспірімдік қадамға аяқ басады, ұлдар 9 жастан. Сол уақыттан бастап оларда уже буллинг, бір-бірін мазақтау, келемеждеу, әдейі итеріп құлату деген сияқты 9 жастан басталды. Яғни ол 3-4 сыныптан бастап. Ол ең күшейетін кезі 7-8 сынып. Сосын уже 10-11 сыныптарда уже олар саналы түрде түсіне бастайды. Нені болады, нені болмайды деген сияқты нәрселер. Гүлдана ханым, соңғы кезде өзімде кездескен бір кейсімді бөлсең, өте жан түршігерлік. Мен өзім ана ретінде қатты қиналдым осы адаммен жұмыс жасаған. Жақында анасы маған хабарласып, қызының мектепте буллинг көргенін айтты. Ол жерде мектепте оны шешіндірген, даже десеңіз ақылы мектеп, ол туалетте кәдімгідей шешіндіріп, дене бітіміне диагностика жасап берген. Сен көкірегің қисық, сенің дене бітімің
деген сияқты неше түрлі ауыр сөздерді айтқандықтан ол апайына барып айтайын десе, апайы да оған сен топассың, сен үндемей қалғансың, сен маған ұнамайсың деп те айтқан. Және сол қалыппен ол үйіне анасына барып айтайын десе, анасы да оны естімеген, жұмыс басты болғандықтан. Сондықтан қандай жағдайды, осы арамызда болып жатқан жағдайды айтатын болсам, видеоңды таратамын немесе өмір сүруге деген саған мүмкіндік бермейміз деген қыздардың қорқытуының арқасында өзі дәрі ішіп ауруханаға түскен. Мысалы, осындай жағдайда сіздер осындай халдегі қалғанын айтпай-ақ қояйын, енді дене бітімін түсіріп, оны сипалап, осындай видеоға түсіріп, осындай әлімжеттік жасаған нәрселерді қалай көмек бересіздер сіздер? Мұғалімге барады, мұғалімден тарапынан ешқандай көмек жоқ, ата-анасына барады, жұмыс басты, енді ортасында ол жүре алмай жүр. Ол қызға сіз не көмек бересіз? Бұл қиын жағдай екен, бірақ дегенмен де біз мынаны жасайық, сосын баланың бойындағы сол буллингті біз алып тастай аламыз. Ол ешқандай бір жара емес қой. Бұл жерде түп тамырымен бірге зерттеу керек. Алдымен мен жұмыс жасар едім, отбасымен жұмыс жасар едім. Себебі буллингтің түп тамыры ол қызда отбасынан келіп тұр. Үнемі отбасынан буллинг көрген баланың өзінің былай ынжырғас дене бітімінен көрініп тұрады да, үнемі еңсесі төмен түсіп жүреді, басы төмен салбырап жүреді, тұйық, ешкіммен араласпайды, оқшауланған. Ол уже әлемге сигнал бере бастайды да, маған буллинг жасауға болады деген. Осыны ең бірінші кім байқау керек бұны? Ең бірінші әрине отбасы байқау керек. Именно егер ана байқау керек та бұл нәрсені. Одан кейін барып, егер мектепте мұғалім қырағы болса, мектепте мұғалім сауатты болса, ол балалармен жақсы коммуникация жасай алатын болса, мектеп мұғалімінің өзі сол сыныптың ішінде болып жатқан буллингті бірінші байқап анықтайтын тұлғаның бірі. Бұл жерде өкінішке орай мұғалімнің өзі буллинг жасап жатқандығы қынжылтады адамды. Сол үшін де мұғаліммен де жұмыс керек. Егер ол мұғалім өзі түсінсе, осылай балаға буллинг жасап жатқанын. Бірінші шынымен отбасымен жұмыс керек. Екіншіден қызбен жеке терапиялық ұзақ уақытты жұмыс керек. Өйткені бұл жерде қызға жасалып қойды. Ең бірінші эмоцияны тануға және оны айтуға. Оның барлығы жаймен келетін процесс. Негізі бұл жерде балаға сексуал жасалып тұрған жоқ, тек қана сексуалды шешіндірген, сипаған. Баланы сипап не қылатын ғой. Егер қызда сипайтын болса, шешіндіретін болса, бұл сексуалды буллинг деп аталады. Өзінің бірнеше түрі бар. Және физикалық буллинг, бұл жаңағындай ұру, соғу, қыздың ар-намысына тиетін сөздер айту, жалпы буллингтің бірнеше түріне келеді. Сондықтан қызбен жалпы өзіңнің шекараңды қорға деген жұмыс жасауға болады. Ең бастысы шекара. Ең бірінші кішкентай кезінен бастап отбасында ата-анаға ең бірінші мына нәрсені үйрету керек та, әлеуметтік шекараны үйрету керек. Ол үшін кішкентай балаға мысалға просто құр сөзбен сен біреу итерсе сен маған айт, сен ұнамайтынды айт деген сөзден гөрі балаға практика жүзінде қолыңды былай қойшы, мен осылай үйретем. Енді осылай жаса, дөңгелек болып осылай жаса. Міне, мынау сенің шекараң. Енді осы шекарадан біреу сені сипалауға, түртуге, жай просто ойнап болса да ұруға, ар-намысыңа тиетін сөз айтуға болмайды. Ең бірінші сен кіммен қарым қатынас жасағың келетінін сен ғана шеше аласың. Бізде мынандайда бірінші буллинг жасайтын кезде оған бірден барып жаңағындай шешіндіріп деген сияқты ондай әрекеттер жасамайды. Ең бірінші оғаны жаймен түртіп көреді. Қалай түртіп көреді? Әлеуметтік шекарасын түртіп көреді. Жүрш, әжетханаға барып келейік. Еркінен тыс болып жатыр ма? Егер ол барғысы келмесе, ол қыз жоқ деп айта алмайды ол. Өйткені отбасында оған еркінен тыс әрекеттер жасалған. Екінші, дәптеріңді берші, көшіріп алайын. Егер ол түнімен жазып келеді, бірақ жоқ деп айта алмайды. Бір күні осылай жасады, енді жаңағы буллинг жасайтын адам ойлайды, бұған жаман сөз айтуға болады, қорлауға болады. Енді айтады, сен ақымақсың, сенің шашың қисық деген сияқты, сенің құлағың ұзын, неше түрлі сөздер айтады. Ол оған тоже үндемейді. Бірақ осы кезде баланың ішінде өзін артқа тарту, тұйықталу, өзіне деген аутоагрессия болып жатады. Бірақ оны отбасына айта алмайды, өйткені отбасында оған қолдау жоқ. Осы кезде бірақ баланың мінез құлқында өзгерістер пайда болады. Соны мына жақтан ата-ана, мына жақтан ұстаз байқаса, осы дер кезінде әлеуметтік буллинг болып жатқан кезінде баланы сол жерден алып шығуға болады.
одан кейін әлеуметтік буллинг жасалды, енді вербалды буллинг, қорлады, жаман сөз айтты. Енді үшінші физикалық буллинг, енді түртіп көреді оны, ұнамаса ұрып көреді, сосын ақыр соңында сипап көреді, ары қарай жыныстық сексуалды буллингке кетеді. Сондықтан балаға осы 4 шекараны мықтап кішкентай кезінен бастап түсіндіруіміз керек. Гүлдана ханым, бағанағы беріп біз енді буллингке дейінгі этаптарды қарастырып жатырық, Енді буллингте жүрген қаншама бала бар ғой, соларды қалай онымен сөйлеспей қалай анықтауға болады? Уже буллингке түсіп жүр. Тек өмір сүруге деген талпынысы төмендеп кеткен. Осындай төменгі вибрацияда жүрген оқушыны қалай анықтауға болады? Жалпы кез келген балада буллингке ұшырап жүр ма, әлде оның мінез құлқында қандай өзгеріс бар ма, соны анықтауға болады. Ол не обязательно ана мен бала отырып алып, сенде буллинг бар ма, сенде не мазалап жүр деп сұраудың да қажет жоқ. Сіздің қалыпты жүрген балаңыз кенеттен тұйықталып қалса, немесе өте қатты агрессивті мінез құлық көрсететін болса, немесе бөлмесінен шықпай, мен сыныпқа бармаймын, мен мектепке бармаймын деп айтатын болса, немесе балада бір тамақ ішпеу, ұйқысының бұзылуы, осындай процестер болатын болса, онда міндетті түрде ата-ана онымен байқап, алдымен өзі сұхбаттасу керек. Ол кезде бала жылауы мүмкін, бізде әртүрлі балалар болады, айтпаймын деуі мүмкін, өйткені айтатын болсаң, сені былай істеймін деп ана жақта сыртқы адамдар тұр да. Сол үшін ата-ана бірінші сөйлесу керек, болмаса кәдімгі арнайы мамандарға алып барып, баламен сөйлесіп, сол жерден баланы құтқаруымыз керек. Егер сол проблемамен баланы жалғыз қалдыратын болсақ, оның ақыр аяғы өте өкінетін жағдайларға ұшырап кетуі мүмкін. Ата-ана бұның барлығын естіп, қазір тыңдап отырсаңыз, бұның бәрін білеміз ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ біз барлығын білетін білгішпіз. Бірақ әрекетке бармаймыз. Әрекетті жасауды бүгіннен бастаймыз.